Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сәбіз салатының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен сәбізімізді тазалап дайындап қоямыз. Содан соң оны арнайы сәбіз салатына арналған үкіштен өткізетін боламыз. Бұл видеода мен бір порцияға ғана жететін, яғни тек 2-3 адамға ғана жететін сәбіз салатын дайындайтын боламын. Сіздер осы рецепті 2-3 еселеп көп адамға дайындасаңыздар болады. Өте дәмді корей салаттарының бірі, кез келген тағаммен үйлесетін дәмді салат. Бұл салаттың өте көп рецепттері бар. Мен өз нұсқамда сіздерге ұсынатын боламын. Біздің отбасымыз осы сәбіз салатына кішкене капуста қосқанды ұнатады, сондықтан кішкене ғана мөлшерде капуста қосып жасадым. Капустаны қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады, ол міндетті емес. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, 4 бұрышты пішінде турайтын боламыз. Турап қойған капустамызды сәбіздің үстіне салатын боламыз. Одан кейін қызыл бұрыш, тұз және де сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Сұйық май міндетті түрде қатты қызып тұрған болуы керек. Және де 2 дана сарымсағымызды үкіштен өткізіп қосып жіберетін боламыз. Барлық ингредиенттерімізді қосып болғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп мұжып салатымызды араластыратын боламыз. Осымен біздің өте дәмді сәбіз салатымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.